Достар, біз бүгін қалай шай қайнату керектігін үйренетін боламыз. Ол үшін бізге шайнек, заварка, сосын термос керек. Термос болғанда су. Біріншіден суды құйып аламыз. Сосын заваркадан саламыз. Бір қасық. Бұл видео әрине келін болатындарға керек болатша. Ал мен үйде күнде шай қайнатқаннан кейін үйреніп кеттім. Так. Нормально. Енді біраз уақыт күтеміз. Негізі көбісі шайды газға қояды, ал мен қайнаттым. Аяқталды. Қош сау болыңыздар. Келесіде кесеге шай құйып қалай ішу керектігін үйренетін боламыз. Бәріңе пока-пока.